акимат әкімшілікпен Әділдік жолы республикалық қоғамдық бірлестігінің Маңғыстау облысы филиалымен және қамқоршылық кеңесінің мүшелерімен бірге Мұнайлы ауданы Басқұдық селосына мониторинг жұмыстарына жүргіздік. Мемлекеттік сатып алу порталы бойынша тапсырыс беруші осы Маңғыстау облысы Мұнайлы ауданы Басқұдық селосының әкімінің аппараты болып табылады. Ауыл ішінің жолдарын тазалау, тазалық, ойын алаңдары бойынша мониторинг жүргізілді. Өздеріңіз байқап отқандай қоқыстар анықталды тазаланбаған уақытында. Жаңағы Басқұдық ауыл әкімінің өкілімен бірге шығып ескертілді. Бүгін хатпен де жолданатын болады кемшіліктер. Осы кемшіліктерді уақытында орындамаса, жаңағы мемлекеттік сатып алу порталы бойынша келісімшарт аясында уақытылы жүзеге асырылмаса, әкімшілік және тәртіптік жауапкершілікке тартылатын болады.